Bizде қазір бұл көлікке обзор түсіретін боламыз. Именно қандай доп оборудование жасалған туралы таныстырып өтейік. Ассалаумалейкум. Алейкум ассалам. Нұрфазыл исмim. Дайды клуб Ташкенттен. Дайды клуб Ташкенттен. Есечо подписаться етіп қойсаңыздар болады. YouTube арнасы бар, және де Instagram арнасы бар. Avtomobil 2025 yil, yangi. Benziновый двигатель, 4 litr, atmosferniy, полный full opsiyada Toyota Land Cruiser 76. Доп opsiyada bizda bu yerda полный подвеска ARB, австралийский подвеска lift. 2 дюйм lift qilingan. Bradley yaponskiy kovanный disklar, Wrangler shinalar 35 дюйм razmer. Doп bak qo'yilgan 240 litr. Tomida markiza bor, bu tarafda 270 gradusli и багажник, там солнечная панель 200 Вт и запасной аккумулятор 100 ампер, Redarc система, полная автономная солнечная энергия. Undan salonda salon qismini ochamiz. Salon qismida BMW X5 сиденьялар, холодильник, компрессор ARB для подкачки, hamma narsa bor. Ratsiya, konsol, doп opsiyalar. Кемпинговый стези австралийский круговой светлый o'rnatilgan. И задней части органайзер. Спальник органайзер. Вау, керемет. Hamma narsa bor bu joyda для kempinga. Inverter 220 voltga. Любой narsa qaynatsa bo'ladi, даже сварочный аппарат ishlatsa bo'ladi bu yerda. Столик. Походу, кемпинг, чай-пай. Но усиленный. Усиленный, да. Bitta shu bizda domik bor na колесах. И sonunda buni ham taqamiz bu joyga. Ish beradi bizga. Полный shumka qilingan, и old tarafida doп kanistra, Suntrack, шноркель qo'yilgan. ARB силовой бампер, это рационики, Baja Lights chiroqlar и лебедка Bush Ranger на 6 тонн. И полностью защита bor oltida. Starlink. Вау, круто. Бұл бұндай көлікпен егер жүретін болсаңыздар, любой жол сіздерге қорқынышты емес деңізші. Albatta. First in, last out. Любой проблемаga birinchi kiradi Land Cruiser 76 и любой проблемада после всех chiqadi. То есть bu shu avtomobilni tak lozungi-da, Toyota Land Cruiser. No, butun dunyo tan olgan bu avtomobilni. Avstraliyada, Afrikada, Yevropada, butun dunyoda shuni minishadi. Получается, егер қазір біздер базойдың жолымен жүреміз ғой. Бәлкім жаңбырда жауған шығар. Ол жерде балшықта болуы мүмкін. Болушы мүмкін. Сол кезде мен мысалға менікі не подготовленный, алғаным жақында да тоже, но жүре аламын мен ол жолмен, но бірақ вдруг что болып жатса, барлығы бар деңізші. Albatta, agar Toyota Prado, Leopard 5, Trailblazer'da problema bo'lsa, Land Cruiser 76 всегда на помощь yordamga tayyor turadi. 3 ta blokirovka, полный подвескаlar qilingan. На старт. Болды. А бұл көлікті өзіңіз қаяқтан алып келдіңіз бұны? Buni Emiratdan $57,000 sotib oldim. $1,500 Toshkentga через Iran keldi. И растаможка, tuning menga $120,000 tushdi примерно. $120,000. Да. Mana biyiktік qancha mına? Buyuklik o'lchamadim, но нормальный, misol uchun. Нормально. Да, вот, рост 180, вот mana shunday. Выше колена, да? Выше колена. Так, қазір отырып көрейік. Мына жерде қарап отырсаңыздар, BMW-ның сиденьесін қойып тастаған. Бисмилля. Опа-на, вот это я понимаю. То есть получается, мына жерге шайыңды қойып қоясың, пассажирге әдемі, багаж полный, забитый, и үстінде мына светтердің нелері ғой, переключательдері, да? Да, переключатель, передний светлі, кемпинг вид светланеке. И bu joyda ratsiya, furalarga ham полностью связь bor. Вау. Фуралармен, да? Furalar bilan связь bor. Путешествияда
постоянно связь bo'lishi kerak. Сиденьеге сынып отырмын. Неге? Себебі вообще удобно ғой, и жүріске де шаршатпайды да, былай айтқанда. Қараңызшы, ештеңе артық дымы жоқ, барлығы четко, тек қана жүріп отыр деп тұр ғой бұл көлік. Опа, түсетін болсаң база жоқ, енді кішкене секіріп түсу керек болады. Bu tarafta spesialniy разъемlar bor. Hozir ochamiz buni. 220 volt, Type-C, USB-C kempingda. Markiza ochadi, bu yerga stol, zaryadka, там чайник, майник, тефаль, мифаль полностью Грамотно, да? Басқа айтатын ештеңе жоқ, просто эмоция зашкаливает дейді ғой. Точно, шунаqa. Бұл көлікпен енді қаяққа примерно саяхатты ойлап отырсыздар осы жылы? Bu yilga Qozog'istonni Altayskiy krай, keyin Rossiyani Altayı и Mongoliyani полностью aylanamiz. Shu bilan qishga kiramiz и qishdan boshlab, kuzdan boshlab Pamirskiy trakt, Tojikiston. Полный Tojikistonni qilamiz. Shu bilan bu yilni tugatamiz. Keyingi yildan Afrikaga. Блин, Afrikaga примерно сендер ойластырдыңдар ма жолды қаяқтан кіретініңізді? Тоже O'zbekiston arqali chiqib ketesizlar ғой. O'zbekiston orqali chiqamiz. Bizda endi hozir Ironda problema bor. Agar u problemani to'xtasa, через Иран, через Bandar Abbas, Emiratdan Saudiyskiy Arabiya, потом u joydan parom bilan, если что, через Misrdan o'tib ketamiz. Полностью aylanamiz. Через Marokko, через Ispaniya qaytamiz keyin. Вау, круто. Жалпы енді бұйырса, алдағы уақыттары жаңағы Алтай деп атсыз, басқа деп атсыз, бірге совместно шығуға қалай қарайсыздар? Albatta, biz buni приветствовать qilamiz. Постоянно zamiz, если что, vaqtimiz to'g'ri kelsa, bitta datani bilib Altayga barobar boramiz. Biz Toshkentdan xuddi shunaqa подготовленный mashinalar bilan kelamiz, 4 ta 5 ta Qozog'istondan birodarlar bilan birlashib ketamiz. Болды. Ана, маған сіздің номеріңізді Баука деген бауырым бар, менде Ақтауда тоже Маңғыстау клуб. Да. Вот, Маңғыстау Travel қателеспесем, тоже Маңғыстаудың барлық жерлерін біледі ол, жақсы. Вот сол жігіт маған кеше хабарласты, осылай Ташкенттен бауырларымыз келе жатыр. Және де соларды сен бір күтіп алсаң. Ол мені стористен көрген, что мен Алматыдан Ақтауға келатқанымды. Сосын Байқоңырда мен тоқтадым да, сосын маған связға шықты, осылай бір 3 сағатта примерно жетіп қалады деді да сіздерді. О menga aytdiki, sen dedi asfalt bilan kelganda pustinada adashib qolasan, problema bo'ladi, yomg'ir yog'sa yo'lda bolota bo'ladi da. Men dedim, как никак pustinadan yuraman dedim. Biz этого никак dedim. Unda aytdiki, sen to'xtab tur, senga ertaga bitta bavrim telefon qiladi da, чтобы yo'l ko'rsatishga dedi. Allohning irodasi shunaqa bo'ldi, nasib. Жалпы айтып отқан темасы, мен вообще бұл жігіттерді танымайды екенмін бұрын соңды. Неге қалай таныстық? Жаңағы сол айтып отқандай Ақтаудан тоже бауырым маған хабарласып жатыр да, тоже жолда келатқанымды көрді. Осы сен сірә базоймен, сексеуілмен жүресің ғой. Осылай Ташкенттен бауырлар келатыр, соларды да бір күтіп алып, бірге совместно шығып кетсеңіздерші деген ұсыныс пайда болды. Сосын мен ұсынысты қабылдадым, проблема жоқ. Сол Байқоңырда кішкене күттім. Одан кейін жігіттер келді, тоже заправка жасап, үйттік. В общем, қазір Аралдамыз. Аралдан әрі қарай аманшылық болса, неге пустынямен, в общем, Маңғыстауға қарай шығатын боламыз. Ол жол эффективный жол. Бұйырса қызықты совместный поездка болады деген ойдамын. Албатта. Зор болады. Жақсы, осымен жалпы обзорды бітірейік.